Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде 3 фазалы электр қозғалтқышын осы 380 вольтты 3 фазалы тоқ желісіне қосудың және де басқарудың 4 тәсілін көрсететін боламыз схемасымен бірге. Бірінші тәсіл ең қарапайымы, қарап отырсаңыздар, автомат арқылы жалғау. Бұл жерде қарапайым автомат емес, Siemens деген фирманың өзінің ішінде жылулық, яғни тепловой дейді, релесімен бірге жабдықталған автомат болып табылады. Қарап отырсаңыздар, анда бұранда салынатын орын тұр. Соған фигурный отверткінің көмегімен бұрай отырып, өзі қазір дамыған заман Google-ға кіріп, онлайн калькулятор, мысалға неше түрлі онлайн калькуляторлар бар. Соның ішінде мысалға осы электр қозғалтқышымызға қандай номиналдағы автомат және де жылулық реле деген сияқты, яғни дәл табу мақсатында арнайы істеп қойған. Осы моторымыздың қуатын жазамыз, кернеуін жазамыз деген сияқты. Сол кезде бізге дәл өз автоматымыздың қандай номинал керек, жылулық реле, мысалы қарап отырсаңыздар, мына жерде тәуелсіз жылулық реле тұр. Ал осындай жылулық реле мына автоматымыздың ішінде өзі жабдықталған зауытта. Өте ыңғайлы, қарап отырсаңыздар. Мынаны қоюдың керек жоқ та. Өзі автомат, өзі ішінде жылулық релесі бар. Яғни сол калькуляторға осының қуаты мен кернеуін енгізе отырып, бізге қандай автомат керек, қандай жылулық релесі керек, және де жылулық релені қандай номинал. Бұда да мысалы қарап отырсаңыздар, бұрандасы тұр. Өзінің бұрай отырып, қаншаға қою керек, барлығын жазып қояды. Яғни анау айтқандай басқа тұрдан керек жоқ қазір заманда. Міне. Ал егер де бұны көп адамның қалтасы көтерер ме, өйткені қарапайым автоматтан қарағанда бағасы әлдеқайда жоғары бұның. Өйткені бұның қарап отқандарыңыздай қызметі өте дәл. Мысалға қарап отырсаңыз 3,5 амперден 5 амперге дейін қоюға болады да. Бұрандан бұрай отырып. 3,5 амперге қойып қойдық. Егер де 3,5 амперден асып баратса, балық қысылып қалып қандай да бір жағдаймен моторымыздың ше, бұл бірден өшіреді тізбекті. Ал мынау автоматымызда ондай біріншіден жылулық релеміз ішінде негізі бар, бірақ мынау айтқандай, мынадағыдай дәл жұмыс істемейді. Мынау моторымыз күйіп, болған екен барып өшу мүмкін, немесе өшпеуі де мүмкін. Яғни грубый настройкада бұның ішінде жылулық релеміз. Негізі мысал қарап отырсаңыз, мынау 750 ваттық мотор, бұған 1,8 2 амперлік автомат керек. Мысалы, мынау 2 амперлік автомат деп есептейік. 2 амперлік автомат. Бірақ бұған міндетті түрде негізі желательно дейді ғой, жылулық реле қою керек. Осындай тәуелсіз, бөлек. Өйткені мына ішінде настройкасы грубый ғой, және бұрай алмаймыз, настройка алмаймыз деген сияқты. Бірақ тағы бір мәселе туындайды ол кезде. Бұл жылулық релені контакторсыз біз тізбекке жалғай алмаймыз. Яғни жалғағанның өзінде бұдан пайда жоқ. Өйткені бұның басқарушы контактілер тұр. Қызып кеткен кезде ажырататын. Ол контактілерді біз неге жалғаймыз егер де контакторымыз болмаса? Ештеңеге жалғай алмаймыз. Қызметін атқарғанмен де моторымыз өшпейді. Бұның қызметі тек қана сол басқарушы контактілерді ажыратып, немесе қосу арқылы контакторды өшіру болып табылады. Бұның мақсаты сол. Яғни контактор болмаса, бұл былайша айтқан кезде пайдасы жоқ, яғни бесполезно. Сондықтан да не мынандай автомат қою керек, немесе контактормен бірге мынандай тепловой реле, жылулық релесін қоюға тура келетін болады. Енді және де айта кететін жайт, мұндай қарапайым автоматпен мынамен босын, мынандай қуаты өте аз моторларды өшіріп қоса беруге болады. Өмірі ұзаққа кетеді автоматтардың. Ал енді одан қуаты жоғары 3 киловатт, 4 киловатт мысалға, соғанға дейін болатын негізі. Ары қарай 10 киловатт, 15, 20, 30 киловатт кете береді қуаттары жоғарылап. Оларды автоматпен қосу былайша айтқан кезде болмайды, өйткені өмірі ұзаққа бармайды. Ары кетсе мысалға 10 шақты рет қосылғаннан кейін бұл істен шығады. Өйткені басында қосылған кезде пусковой ток деген болады.
оның контактілері ондай тоққа есептелмеген, жанып кетеді да қайтадан жаңасын ауыстыруға тура келеді. Ол бізге тиімсіз. Одан ары қарай, мысалы жаңа айтып отқандай 10 киловаттан ары қарай, мысалға 10 киловаттан бастап ары қарай міндетті түрде соған сәйкесінше номиналына туралай отырып контакторды қоюға тура келеді. Жаңағы тепловой релесімен желательно. Мысалы қарап отырсаңыздар қазір схемада көрсете салайын. Енді дұрыс схеманы енді үйреніп жүрген адамдарға. Автоматымыз тұр, міне. Автоматымыз мынау немесе мынау. Ары қарай электр қозғалтқышымыз схемада сұлбасы осылай көрсетіледі. Мынау заземленіміздің кабелі моторымыздың корпусына міндетті түрде жалғау керекпіз. Өйткені обмоткамыз қандай да бір жағдаймен ылғалдың әсерінен болсын, қызып болсын, корпусқа тиетін болса, бір фаза корпусқа тиіп, егер де бұл корпуста заземление болмаса, оны қандай да бір адам келіп алып байқаусызда ұстап қалатын болса, оны электр тоғы соғып, соңы қайғылы жағдаймен аяқталуы әбден мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде заземление корпусқа немесе нөлді, қазірде 0 кеп тұр, корпусқа жалғау керек. Сол кезде автомат өшіріп үлгереді, егер де бірден корпусқа ұратын болса. Бұл жерде енді оны қазір корпусқа жалған жоқпын. Оны да қарап отыратын адамдар бар екен. Неғып корпусқа жалғамайсың, анау-мынау тырнақ астынан кіріздейтіндер өте көп қазір. Мен бұл жерде түсіндіру мақсатында көрсетіп отырмын. Мен оны заземление корпусқа жалғап, уақытты жоғалтқан маған тиімсіз, шын айтқанда. Қазір қосып көрсетейін енді. Міне осылай қосылып өшеді. Ешқандай қиындық жоқ. Және де бұл автоматтың бір ерекшелігі тағы да, мына бір пластмасын былай шарып қоясың. Кішкентай балдар мысалға қосып жібермеуі мүмкін да. Қосып жібермеуі мүмкін. Осында істеп қойған. Қорғаныс тәсілі, былайша айтқанда. Бұра алмайсың. Мынаны тықпай, бұрай алмайсың. Әдейі шарып қоясың. Беттен кіргізсең бұралады тек қана. Енді екінші схеманы көрсетейін. Кішкене күрделілеу. Бірақ бұл схемамызда біз контакторды жалғаймыз міндетті түрде. Схеманы өзін көрсетіп берейін. Міне схемамыз бұл жерде кәдімгі автоматымыз тұр. Мынау тұрғандай, немесе мынау айырмашылық жоқ. Ары қарай тағы да кішігірім автомат, бір полюсті, одна полюсіне дейді. Сосын тумблер. Немесе ол да автомат болса да болады, негізі айырмашылық жоқ. Мынаны алып тастап, қарапайым бір полюсті автоматты қолдансақ болады. Егер тумблер болмаса. Ары қарай мынау енді светодиод, жүрек қалауы керегі де жоқ негізі. Егер қосылғанын білу мақсатында қойғыңыз келсе қоя берсеңіз болады. Ары қарай контакторымыз. Бұл жерде схеманы қарап отырсаңыздар, өте қарапайым. Нөліміз барғанда, контакторымыздың катушкасының бір шетіне тікелей жаланған. Енді бұған қосылу үшін фаза керек. Егер де катушкамыз 220 вольтпен істейтін болса, бір шетіне 0 береміз, екінші шетіне 3 фазаның біреуін алып бере қоямыз. Ал катушкамыз 380 вольтпен жұмыс істейтін болса, екі жағынан да бір фазадан береміз. Сол кезде 380 вольт барады бұған. Бұл жерде енді біздің мынау контакторымыз қазір көрсететін сәйкесінше 220 вольтпен жұмыс істейді катушкасы. Бұған 380 берсе күйіп кетеді. Сондықтан да бір шетінен 0 береміз, екінші жағынан автомат арқылы немесе тумблер арқылы. Міндетті түрде тумблердің алдында автомат болған дұрыс. Негізі қорғаныс мақсатында осылай жібереміз да, осы контакторымыздың катушкасының екінші ұшына жібереміз. Тумблерді бұраған кезде бір фазамыз барады да, мынау катушкамызге тоқты береді. Сол кезде мынау контакторымыз іске қосылып, мынау ортасындағы тартпаны өзіне қарай тартады былайша кезде. Яғни соның әсерінде 3 фазымыз өте алмай тұрған. Мынау электр қозғалтқышымызға өтіп, бұл электр қозғалтқышымызды іске қосатын болады. Өшіретін кезде кері қарай бұрай саламыз, кілтті бұрағандай. Сол кезде контакторымызға тоқ бармай өшетін болады. Қазір осыны енді іс барысында жалғап көрсетейін. Қосып. Міне схемамызды жинап қойдым. Бұл енді екінші схемамыз. Автоматымыз
схемадағы. Ары қарай бір полюсті автоматымыз мынау тұр, міне Siemens'тің 4 амперлік автоматы. Ары қарай стоп, пуск, тумблеріміз мынау тұр, міне тумблеріміз. Бұрасаң бұралған күйі қалады, өшірсең өшкен күйі қалады. Бір кнопка тұр сондағысы. Ары қарай контакттарымыз мынау тұр, міне контакттарымыз, мынау оның катушкасы. Бұл жерде катушкасы мынау тұр, міне фаза кіреді, мына жақтан 0 кіреді. А1, А2. Схемадағыдай жалғанған, ешқандай қиыншылық жоқ. Ноліміз келіп тұр контакттарымыздың бір шетіне. Пазымыз контакттарымыздың катушкасының екінші шетіне. Мынау автомат арқылы және ары қарай тумблер арқылы келеді жалпы қосқан кезде. Ол бір паздан алып тұр. Кез келген паздан алсақ болады. 3 пазымыздың жүрек қалауы. Енді қосып көрсетейін. Бірінші үлкен автомат қосамыз. Сонан соң барып бір полюсті кіші автомат қосамыз, 4 амперлік. Ары қарай пускателіміз қосылу үшін тумблеріміз қосамыз. Тумблеріміз қосамыз. Қарап тұрыңыздар. Моторымыз іске қосылды. Өшірем. Моторымыз өшті. Қайттан қосам. Контакторымыз өшірем. Қосам. Өшірем. Жаңа айтқандай, тумблер болмаса, құр автоматтың көзін қоясақ та болады. Қазір көрсетейін. Мысалы автоматты өшіремді, тумблерді қосып қоямын. Постоянно қосылып тұрады. Енді автоматпен ғана өшіріп қоса беремін. Бұған ешқандай нагрузка түспейді, өйткені бұл тек қана контакторымыздың катушкасына арзымайтын тоқ беріп тұрады. Қосам, өшірем, қосам, өшірем, қосам, өшірем. Бұлай да болады, егер де тумблер болмаса. Ары қарай енді сәл күрделілеу схемаға көшейік. Бірінен кейін бір күрделеніп барады, байқасаңыздар. Міне үшінші схемамыз. Бұл жерде кішігірім айырмашылығы сәл ғана негізі. Қарасаңыздар. Тумблер қолданған, бұл жерде тумблер және автомат. Оның орнына біз екі кнопка қолданамыз. Біреуі өшіруші кнопка стоп дейді, мынау тұрған. Яғни бұл кнопкамыз қарапайым басылмай тұрған кезде екі контактымыз, қарап тұрсаңыздар, екі мынау кабельді қысатын контактымыз тұйықталып тұрады. Яғни тізбек постоянно жалғанып тұрады. Ал егер де бассақ, керісінше тізбегіміз ажырайтын болады. Бұны кнопка стоп деп аталады. Ал енді екінші пуск деген кнопка тұр. Ол керісінше жұмыс істейді. Яғни басқан кезде, қарасаңыздар, басқан кезде керісінше контактымыз жалғанады. Схемада көрсетіліп тұр. Нормальный открытие деген. Жіберсек тізбек ажырайды. Осы көк кнопканы қолданамыз. Бұл жерде екі кнопка тұр, қарасаңыздар. Бұл жерде нормальный закрытие деген тұр, нормальный открытие деген тұр. Андай қызыл кнопкамыз жаңа көрсеткен, мынау тұр міне. Өте ыңғайлы істеген. Ортадағы светодиод. Қосылған кезде істеген көрсету мақсатында осыған жалғасақ болады. Қоссақ жанады, бассақ жанады. Егер мынаны бассақ, светіміз өшеді. Мотор да сонымен бірге өшіп қосылады, былайша айтқан кезде. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, біз контакторымыздың өзі қосымша тағы екі контактысы болады. Доп контакты дейді. Нормальный открытие, нормальный закрытие. Яғни өшіп тұрған кезде мына екі контактымыз 3 пен 3 деп тұрған, 3 пен 3 немесе 4 пен 4 деп тұрғанымыз тізбегі ажырап тұрады. Жаңа кнопкадағыдай ғой, короче. Қосылған кезде керісінше тізбек тұйықталады. Ана NC дегеніміз нормальный закрытый контакт. Өшіп тұрған кезде тізбек тұйықталып тұрады. Қосылған кезде керісінше тізбек ажырап қалады. Бізге осы өшіп тұрған кезде тізбек ажырап тұратын NO деген, яғни нормальный открытый контактымыз керек болады. Самоподхват дейді. Бұл схеманы самоподхват. Яғни пуск кнопканы басқан кезде бұл контакторымыз өз-өзін ұстап қалады. Өшпестен.
жаңағыдай тумблерді қосып қою немесе автомат қосып қоюдың керегі жоқ. Оның ешқандай қажеті жоқ, өз-өзін ұстап қалады. Енді ол қалай жұмыс істейді? Үш фазамыз жоғарыдан келіп тұр. Біздің жаңағы стоп кнопкамызды қарасаңыздар, контакторымыздың катушкасының А2 деген контактісіне беріп қойыпты. Ешқандай айырмашылық жоқ негізі. А1-ге де берсек, А2-ге де берсек, айнымалы тоқ бұл жұмыс істей береді. Енді қарасаңыздар, бұл пуск деген кнопкамызды мынау L1 деген, яғни үш фазаның бірінші фазасына жалғапты. Ары қарай және де оған параллельно жаңағы нормально открытый контактымыздың бұрышына жалғап қойған. Қарасаңыздар. Енді мына жақтан А2-ке стоп арқылы жалғанып тұр. Мына жақтан фазамыз жалғанып тұр, мына ұштан. Екінші А1-ге нөліміз тікелей келіп тұр. Не болады сол кезде? Кнопканы басып қалған кезде, мына L1 деген, яғни бірінші фазамыз, бірінші линиядан келіп тұрған фазамыз, пуск арқылы өтеді, бірінші өтеді де, стоп арқылы кнопкасы постоянно жалғанып тұрған, одан да әрі өтіп кетеді да, А2 деген катушкамыздың екінші ұшына барады. Сол кезде контакторымыз іске қосылады да, мынау жаңағы көрсеткен нормальный открытый контактымыз енді тұйықталады. Сол себепті бұл жаңағы бірінші линиядан келіп тұрған фазамыз ары қарай осыдан да өтіп, егер мына кнопканы жібергеннің өзінде бұл өз-өзін ұстап қалатын болады. Өзінің қосымша контактысы арқылы бұл контакторымыз өз-өзін ұстап, жібермей қосылған күйі қақып қояды. Енді бұны өшіру үшін біз тізбекті ажыратуымыз керекпіз. Ол үшін стоп деген кнопканы баса қоямыз. Өзінен келіп тұрған жаңағы өз-өзін ұстап қалған контактымыздан келіп тұрған фазамыз басқан кезде ажырайды да, мынау контакторымыздың екінші ұшына бармай қалады. Сол себепті контакторымыз өшеді де, моторымыз да өшетін болады. Енді қазір осыны жинап, іс жүзінде қосып көрсетейін. Міне үшінші схеманы да жинадым. Қарап отырсаңыздар, ми ашу болып тұр. Бір қараған схемаға қарайтын болсақ, түсінікті. Негізі бұл схемада мына пуск деген, стоп деген кнопканы мына жерге де қоюға болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Бұлар мына жерге қойып қойыпты да. Негізі мына жерге де қойсақ болады. Жұмыс істей береді. Дәл схемадағыдай жинай салдым, пока. Ал енді қосып көрейік. Бұл жерде автомат жоқ, қарап отырсаңыздар. Мен автомат қоя салдым. Бұрынғы автомат орында тұр. Негізі автомат болған дұрыс. Қауіпсіздік ретінде. Ең басты автомат қосамыз. Егер мынандай автомат болмаса, жаңа айтқандай, қарапайым автомат болса, мынандай міндетті түрде ол кезде қосымша жылулық релесін мынау контакторымыздан кейін жалғауға тура келеді. Сол арқылы осының ажырататын, яғни моторымыздың қысылып қалған кезде іске қосылатын, қорғаныс мақсатында іске қосылатын контактымызге катушкамыздың, яғни контакторымыздың катушкасына сол арқылы жіберу керек, міндетті түрде. Ал бізде қазір енді автоматымыз, Құдайға шүкір, өзінде 2 в 1 жылулық релес де бар, автомат та бар, яғни. Сондықтан бұны қазір қолданудың керегі жоқ негізі. Қолдансақ та артық етпейді бірақ. Ал біз қазір енді оны қолданбаймыз. Ал енді қосып көрсетейін. Автомат қосылып тұр. Пуск кнопкасы, стоп кнопкасы. Басқанда қосылып, мынаны басқанда өшеді. Басам, және светодиодына жалғап қойдым. Міне, мынау контакторымыздың катушкасына параллельно светодиод жалғадым. Басам, жанып тұр. Өшірем. Басам, өшірем. Анау айтқандай қатты қиын емес негізі, қарапайымдау схема. Түсінікті болған шығар деген ниеттемін. Енді келесі схема енді таза ми ашу енді. Мен соған көшейік. Мына 4-ші схемамызға келдік. Бұл жерде автоматымыз тұр. Міне. Ары қарай жаңағы управлениеге баратын қосымша автомат. Біздің жағдайымызда Siemens деген 4 амперлік автомат. Ары қарай бір-ақ кнопка тұр.
пускқа да стопқа да мына жердегідей екі кнопка емес, пуск стоп емес. Бұл жерде осындай нормальный открытый контактісі бар. Жаңа бізде тұр көк деген. Бұл жерде екеу тұр. Стопқа да пускқа да арналған екі кнопка бар. NO деген яғни нормальный открытый басылмай тұрған кезде тізбек ажыраптарды бассақ тізбек тұйықталады. Дәл сондай бірақ кнопка қолданылады. Соның көмегімен біз контакторымызды, яғни моторымызды бір басқан кезде қосылады, екінші рет басқан кезде өшетін болады. Және де қосымша екі реле қолданылған. Мынау жаңағы басты ең маңызды, яғни ең главный контакторымыз. Ол контакторымызге тағы да қосымша доп контакты деген болады. Қазір көрсетемін. Ол мынандай зат. Бұның мақсаты өзінің әр контакторымыздың өзінің доп контактысы ол бір-біріне сәйкес келмейді. Төбесіне, мынау тұрған тілшесіне, мынау тұрған пластмассамыз киілу керек, былайша айтқан кезде. Киіледі, бірге қосылып, бірге өшеді. Бұл доп контактымызда қосымша нормальный закрытиеден екеу, нормальный открытиеден екеу тұрады. Яғни 4 қосымша контакты бар. Ал өзінде жаңа айтқандай бір нормальный открытие, бір нормальный закрытие ғана. Ал біздің жағдайымызда нормальный открытиеден екеу, нормальный закрытиеден біреу керек болады. Ал бұны қоймасақ, біз мына схемамызды іске қоса алмайтын болып тұрмыз. Сондықтан амал жоқ, осыны жауға тура келеді. Өткен себебі нормальный открытие біреу ғана. Бізге екеу керек. Как раз екеу тұр мына. Закрытиеден біреу тұр. Егерде нормальный открытиеден біреу ғана керек болған кезде схемада бұны қоюдың керегі жоқ. Өйткені өзінде бар бір-біреуден. Ары қарай жаңа айтқандай қарапайым реле. Төртінші схемамызды да жинақ қойдым. Қарап отырсаңыздар, таза мияшу, мыңғырған кабель. Бұл схемамызды жинаудың өзінде біраз уақыт керек, шыны керек. Енді бұны қоспастан бұрын схеманың қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп жіберейін. Басты автоматымыз мынау тұр міне. Оны қосқан кезде үш базымыз өтеді былай қарай. Сол үш базымыздың кез келген біреуіне мынау бір полюсті автоматымыз жалғаймыз. Біздің жағдайымызда Siemens-тің 4 амперлік автоматы. Ары қарай автоматтан екіге бөлінеді. Шыққан базамыз. Біреуі пуск стоп кнопкасына барады. Бұл пуск стоп кнопкамыздың нормальный открытие контактысына жалынған. Және де екіншісі KL2 деген екінші релемізге барады. Екінші релеміздің өшіп тұрған кезде тұйықталып тұратын контактысына кіреді де ары қарай шығып, ол да екіге бөлінеді. Біріншісі KL1-дің нормальный открытие, яғни өшіп тұрған кезде ажырап тұратын контактысына кіреді, бірақ ары қарай шыға алмайды, өйткені қосылған жоқ. Пока кнопканы басқан жоқпыз өйткені. Ары қарай екінші жағы мынау контакторымыздың жаңа айтып өткен доп контактысының қарасаңыздар, бұлай кірді да, біреуі KL1-ге кірді нормальный открытие контактысына, екіншісі барып доп контактымыздың де нормальный открытие контактысына кіреді екен. Қараңыздар. Сонан соң біз енді қосу үшін кнопканы басамыз бір рет. Басқан кезде жаңа пазамыз былай қарай өтіп KL2 деген релеміздің тұйықталып тұрған жаңа контактісін өтіп ары қарай былай барады бір жағы, бірақ KL1-дің нормальный открытие контактысына келіп тұр. Одан ешқандай нәтиже жоқ. Өтемейді өйткені. Ол дальше былай кетеді да, былай айналып барып контакторымызға жалынған, төбесіне киілген доп контактымыздың нормальный закрытие контактысынан кіріп, айналып өтіп, сосын барып қана KL1 деген релеміздің катушкасына беріледі да, бұны қосады. Қысқа уақытта, басқан кезде ғана қосылады. Қосылды, қараңыздар, қосылды. Сол кезде мынау ажырап тұрған контактілеріміз, яғни
тұйықталады, яғни бұдан тоқ өтеді деген сөз. Тоқ өтеді. Қараңыздар, енді қарап отырыңыздар. Міне, яғни K1 деген релеміз іске қосылды. Басып тұрған кезде, басылған кезде ғана қосылып тұрады. Қосылды, қараңыздар, сол кезде мына жақтан жаңа айтқанымдай фазамыз келіп тұрады. Фазамыз келіп тұрады. Ол өте алмай тұрады. Енді өтті, сол кезде өтті. Мынау ашық тұрған контактымыз қайтадан жабылған екен, өтті да. Ары қарай бір жағы светодиод қойып, светодиод жанып тұр. Қазір сәтте ар жағы барып, мынау контакторымыздың А1 деген катушкасына барды, мына жағына. Барды да, сонан соң барып, бұл өз-өзін ұстап қалады. Ол қалайша жүзеге асады? Ол былай болады. Қараңыздар, жаңа айтқандай, екіге тарап кетіп еді. Біреуі K1-ге барып еді, нормальный открытый контактысына, екіншісі контакторымыздың төбесіне келген, доп контактымыздың нормальный открытый контактысына барып тұрады. Ал оның ар жағында шығысы осы контакторымыздың А1 деген катушкасының екінші ұшына келіп тұр, қарап отырсаңыздар. Басқан кезде мынау басылды. Соның әсерінен фазамыз былай барды да, өтті, светті жақты, ары қарай барып, мына контакторымызды қосты. Контактор қосылған себепті, бұның да контактысы жалғанып, ажырап тұрған контактысы, мынау тұрған фазамыз былай өтіп, өз-өзін ұстап қалды, өз-өзін ұстап қалды. Соған қосылған күйі қалды, моторымыз айналып жатыр. Біз енді өшіру үшін тағы бір рет басамыз. Сол кезде не болады? Ол кезде ол былайша жүзеге асады. Қазір қосылып тұр деп есептейік. Екінші рет бастық. Сол кезде фазамыз қайтадан келеді да. Екеуі де өшіп тұр. Қарасаңыздар, екеуі де өшіп тұр. Бұл кнопканы басқан кезде келетін фазамыздың енді екі жол ғана қалып тұр. Біріншісі K2 деген релеміздің нормальный закрытый контактысы арқылы өту. Екіншісі K1 деген релеміздің тағы да нормальный закрытый контактысы арқылы өту. Бірінші жолды қарастырып көрейік. K2 деген релеміздің нормальный закрытый контактысына өтті деп есептейік. Өтті. Бір жағы барып K1-міздің нормальный открытый контактысына келіп тұр, бірақ өте алмай, өйткені екеуі де өшіп тұр. Екінші жағы барады да, мынау контакторымыз доп контактысының нормальный закрытый контактысына кіреді. Бірақ жаңа ескертейін, бір рет басқан кезде бұл қосылып қалған болатын. Яғни қосылған кезде бұл нормальный закрытый контактымыз нормальный открытый контактыға айналады, на сияқты болып қалады. Яғни тізбек ажырап қалады. Яғни бұдан ары қарай өте алмайды. Сол себепті бұдан ешқандай нәтиже шықпайды. Сол үшін бұл не істейді? Енді ары қарай K1 деген релеміздің нормальный закрытый контактысына кіріп, ары қарай өтіп, бір жағы бұның да K2 деген релеміздің нормальный контактысына келіп тұр. Бұдан шанс жоқ, өте алмайды. Ары қарай кетеді. Ары қарай кетеді да, бұл уже қосылып тұр қазір, жаңа айтқанда, мотор айналып жатыр. Нормальный открытый контактысымыз уже нормальный закрытыйға айналды, яғни тізбек тұйықталды. Осы арқылы өтеді, ары қарай барып, K2 деген релемізді іске қосады. Басқан кезде іске қосады, бұл қосылды деп есептейік. Қосылған сәтте бұда тұрған нормальный закрытый контактілеріміз ажырайды. Ажырады деп есептейік. Қарасаңыздар, автоматтан келетін фазамыз ажырап қалды. Сол себепті де бұдан өтіп тұрып, мұны қосылып тұрады, жаңа қосылып тұрған кезде нормальный контактымыз жабық болып тұрып, тізбек тұйықталып, өз-өзін ұстап тұрған еді. Бұдан тізбек ажыраған екен, фаза өтпей қалды да, мынау контакторымызде өшетін болады қайтадан. Міне осылайша бірде қосылады, бірде өшіп, үздіксіз процесіміз қайталана береді. Енді бұны іс жүзінде қосып көрсетейін. Қазір бірінші ең басты главный автомат қосамыз, ары қарай 4 амперлік автомат қосамыз. Енді кнопканы басамын. Светодиодын жалғап қойдым, параллельно контакторымыздың катушкасына 220 мен істейтін светодиод бұда да. Басам. Жанды. Моторымыз айналып жатыр. Басам. Өшті, светодиодымыз өшті, контакторымыз. Яғни бірге өшті, моторымыз барлығы. Қайттан басам. Өшірем. Қайттан басам, қосылады. Қайттан басам, өшірем. Міне, қарасаңыздар. Біресе біреуі жанады,
біресе екінші жанады. Басамын, өшіремін. Қосуға мынау, өшіруге мынау реле жауап беріп тұр. Міне қосуға бірінші реле, өшіруге екінші реле. Міне осымен біздің видеоролигіміз соңына таяды. 4 схеманы қолдан келгенше түсіндірдім. Бастамасы автоматпен өшіріп қосудан басталып, ары қарай контактор мен тумблерді қолдана отырып өшіріп қосуды, сонан соң барып пуск стоп кнопкасы самоподхватпен, одан кейін барып бір кнопканың көмегімен екі релені қолдана отырып өшіріп қосуды көрсеттім. Ең күрделісі әзірше осы болып табылып тұр. Бұны әдейі осы әсіресе электрик мамандығын оқып келе жатқан жас жеткіншектерге кішігірім пайдасы тисін, кішкене білімін жетілдіру мақсатында көрсін деген ниетпен түсіріп жатырмын. Жалпы қандай өзі электрикаға қызығатын адам болсын, осын қайталап көре берсе болады. Схеманы осы видеороликтің астына қалдыруға тырысамын. Осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Ендеше таныс тамырларыңызға жіберіп, каналды қолдап кетіңіздер. Сау саламатта жолығайық.